Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында тәрбиенің ең тамаша мектебі мұғалімнің өзінен басталады тақырыбында облыстық әдістемелік көпір өткізілді. Әдістемелік көпір барысында өзін-өзі тану, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда 2015 жылы деңгейлік курстан өткен сертификатталған мұғалімдер мен 2016 жылы курстан өтіп жатырған педагогтардың әдістемелік байланысы орнады. Мұғалімдердің рухани адамгершілік тұрғыда ішкі жан дүниесін өзгертуіне, әлеуетінің ашылуына және ойы, сөзі, ісі бірлікте болудың іс тәжірибедегі маңыздылығына деген негізгі факторлар талқыланды. Облыстық әдістемелік көпірде институт директорының орынбасары Кибатаева Нұрсұлу Қазанғапқызы жүректі тербетер сөзімен тыңдаушыларға ерекше шабыт сыйлады. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік бағдарламасы тәжірибеде қалай жүзеге асып жатыр, қандай нәтижеге қол жеткізудегі деген пікірлер төңірегінде тебірене сөйлеген өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері барша жанды толқытты. Әдістемелік көпірді ұйымдастырушы тренерлер Тоқпасова Айжан Серікбайқызы мен Құлтаева Ләззат Аймағамбетқызына деген ыстық ықыластарын пән мұғалімдері ұстазым ай әні арқылы жеткізіп дөңгелене беледі. Жақсы менен өткізген жарты сағат бүкіл ғұмырыңа татиды деген осыда.